Оран Республикалық қоғамдық бірлестігі қарапайым халықты толғандырған түрлі санаттағы мәселелерді қарастыратын мобильді платформа құрды. Мақсат биліктің назарынан тыс қалған халықтың мұң-мұқтажын өз аузынан естіп, мәселенің мән-жайын анықтау. Алғашқы болып бұл жағдайда Солтүстік Қазақстан облыстарының тұрғындары өздерінің шағымдарымен хабарласты. Осы орайда Оран қоғамдық бірлестігінің белсенділері Солтүстік Қазақстан облысына жолға шықты. Бізге түскен өтініш бойынша Солтүстік Қазақстандағы елді мекен тұрғындарын мазалайтын екі мәселе бар. Ол тұрғын үй сапасының жарамсыздығы мен таза ауыз су. Ұрандықтар еңбек мемлекеттік бағдарламасының аясында еліміздің оңтүстік өңірінен қоныс аударған отандастарымыздың жағдайын білу мақсатында Солтүстік Қазақстан облысының екі ауылында болды. Астраханка, Покровка елді мекені тұрғындарының басты проблемасы үкімет берген тұрғын үйдің жарамсыздығы. Мына потологы парланады да, пленкадан бар ғой. Содан кейін су ағады, жан-жағын көрдіңіз ба, бәрі андай слиз болады. Мына жақтан бәрі, мына жақта залдың ішінде, мына жақта да зал деген су ағады ана жердің үстінен. Дұрыс істемеген, опилка төсеген, астына пленка салып. Тұрғын үйді салған құрылыс компаниясы өкілінің мәлімдеуінше, мұндағы әрбір үйдің бағасы 7 миллион теңгеден кем тұрмайды. Получили больше 7 миллионов или меньше? Ну, там 7 миллионов, там, То есть 48 тысяч, по-моему. Тұрғын үйдің сапасына шағымданған қоныс аударушыларға жергілікті биліктің берген жауабы мынадай. Содан кейін аудан әкіміне барып көмек сұрап. Сөйтіп айтты, мен сендерді шақырған жоқпын, кетіңдер дедіошым. Сөйтіп айтты. Проездеріңді берейін, кетіңдер дедіошым. Бәрімізге солай айтты. Аудан әкімі Рүстем Елубаев деген кісі. Одан кейін ол кісіден қалай жақсылық күтеміз біз? Оңтүстіктен көшіп келген кейбір отандастар кері қайтуға мәжбүр. Себебі қақаған қыста сапасыз салынған салқын үйде тұрғылары келмейді. Программаға қыруар ақша бөлініп жатыр, үкімет. Келіңдер деп, бұлар кетіңдер деп жатыр бізге. Біз қазір мында кетуден басқа амал таппай отырмыз. Үйім суық, мен 4 балам бар міне. Аязға шыдас бермейді, үйімді қарасаң 10 градустан көтере алмай тұрмайды температура. Вообще жыламайды үйді. Шатырына опилка төгіп кеткен. Ұран белсенділері сапасыз салынған баспана мәселесін Солтүстік Қазақстан облысы басшылығының алдында көтерді. Бірақ мәселе бар ма, оны көтеріліп, ертең ол ушығып кетпей тұрғанда алдын алу. Қазіргі заман енді бұрынғыдай емес, жаңағыдай шындық та бар, жалған да бар, соны ақта қараны қара деп. Қызығы сол, облыс басшылығының орынбасары аталған мәселенің бүгін ғана пайда болмағанын айтып, таңсық емес екенін алға тартты. Бұл проблемаларды сіздер келіп қана көтеріп жатсыздар деп ойлап қалмаңыздар. Бізде жергілікті блогерлар бар. Олар осы мәселелерді күнделікті көтереді. Дегенмен өңір басшылығы қоныс аударушылардың сапасыз салынған тұрғын үйлеріне қатысты мәселені назарға алатынын айтты. Оның нәтижесін уақыт көрсетеді. Сіздер назар аударған елді мекендердегі тұрғын үй мәселесімен барынша танысып шығамын. Қоғамдық белсенділердің мәселелерді осылай көтерген жақсы. Алдымен Покровка ауылынан бастаймын. Айтпақшы, алғашқы сең де қозғалды. Біздің сапардан кейін жергілікті мемлекеттік органның өкілдері Астраханка ауылы тұрғындарының жағдайымен танысқан. Біздің мәселемізді көрдіңіздер мынау. 11 ай жабулы қазан жабулы жатқан мәселе мына Оран қоғамдық ұйымының араласуымен міне сең орнынан қозғалды десек болады. Мына аудандық мәслихаттан, Нұр Отаннан, аудан